Міне, пісірілген картоптың көп айтыла бермейтін құпия пайдасы туралы қызықты мәлімет. Пісірілген картоптың жасырын пайдасы. Бір асқазанға жеңіл әсер етеді. Майсыз, тұзсыз пісірілген картоп асқазан қышқылын басып, қыжылды азайтады. 2. Калийге бай ағзадағы артық сұйықтықты шығарып, ісінуді басады, жүрекке пайдалы. 3. Диетаға жақсы аштықты басып, ұзақ уақыт тоқ жүресіз. 4. Бүйрекке пайдалы. Тұзсыз пісірілген картоп бүйрекке ауырлық түсірмей, зәр айдайды. 5. Теріні жақсартады. Құрамындағы с дәрумені мен крахмал теріні жұмсартып, беттің түсін жақсартады. Қалай жеу керек? Тұз қоспай, қабығымен бірге пісіріп жеңіз. Қабығында пайдалы заттар көп. Майонез, май емес, аздап зәйтүн майы немесе көк шөп қоссаңыз әлдеқайда пайдалы. Таңертең немесе түскі асқа жеген дұрыс, кешке ауыр болуы мүмкін. Қызығы, картоптың құрамындағы крахмал суға түскенде өзгереді, сондықтан оны пісіріп жеу пайдалы. Қуырғаннан әлдеқайда